Мейрам Мейірханов деген кісінің омыртқасында 2 грижа болған. Ол бұл дертпен 2008 жылдан бастап 7 жыл ауырған. Қатты ауырған соң таяқ сүйеніп жүріп, таяқсыз жүре алмайтын дәрежеге жеткен екен. Ауруынан ем іздеп көптеген шет елдерге шыққан көрінеді. Бармаған жері баспаған тауы қалмаған екен. 10 мыңдаған долларды жұмсапты. Бірақ еш нәрсе пайда бермепті. Омыртқа грижасын емдеудің барлық әдістерін өз басынан өткізіп, сынап көріп, өз бетімен емделу жолын іздеген екен. Сөйтіп ақырында жартылай дөңес осындай бір жастықты ойлап шығарған екен. Осы жастыққа күнде жатып жүріп, 1 айдан артық уақыт ішінде аяғына тұрып, таяғын тастап, өз аяғымен жүретіндей дәрежеге жетіп, грижасынан жазылған екен. Мейрам өзі ойлап тапқан жастығын қалың бұқараға керектеріне жаратуға рұқсат беріп қойған. Есесіне сұрайтыны оның артынан садақа таратып беру ғана. Қазіргі таңда Мейрам жастығы үлкен танымалдылыққа ие. Көптеген елдерде адамдар онымен арқа, бел ауруларын емдеп жүр. Бұл видеода осы жастық туралы қысқаша айтылады. Мейрам өз айтуынша жастығын патенттеп қойған, сондықтан оны өндіріп еркін сата беруге тыйым салады. Өзі болса жастығын өндіріп жасап та шығармайды, әрі сатпайды. Сондықтан жастықты сатып алу туралы өзіне жолықпауды өтінеді. Басқа сұрақтар бойынша өзінің электронды поштасына хабарласуын сұрайды. Өз сөзіне сүйенсек, интернетте 1-2 адамға жастықты сатуға рұқсат берген. Одан бөлек оның бір сыныптасы да жастықты сатады екен. Бір жастықты шамамен 2000 теңгеге сатады. Бұл туралы ақпаратты экрандарыңыздан көре аласыздар. Мейрам жастығы көбінесе мешіт алдындағы дүңгіршектерде, базарларда немесе OLX қосымшасында сатылымда бар. Экранда көрсетілген өлшемдер бойынша ағаштан, тастан не темірден ұсталарға жолығып, өз бетіңізше жасауға да болады. Мейрам жастығымен белдегі және арқадағы грижаларды емдеуге болады. Мойнында грижасы бар адамға мейрам жастығы көмектеспейді. Бұндай адамдарға мейрам ағаш не басқа заттан жасалған кесінді таяқты алып, оны қалың қабатты қылып матамен орап, үстіне жатуға кеңес береді. Таяқ диаметрі оған жатқанда басыңыз ауада бос болып жататындай етіп алу керек. Бұл таяқшаны да кеуде омыртқаларынан мойын омыртқаларына қарай жылжыту керек. Шамамен әр 1,5-2 см сайын. Мойын грижасы бел мен кеуде бөліктеріндегілеріне қарағанда ұзағырақ жазылады. Мейрамның ойынша, грижалар негізінен бұлшық еттердің тырысуынан пайда болады. Арқаның бұлшық еттері ең мықты бұлшық еттер. Олардың арқасында біз ауыр заттарды көтереміз. Адамдар дұрыс емес өмір сүргеннен, арқаларына қатты салмақ түсіргеннен, оған тиісті күтім жасамағандықтан арқаның бұлшық еттері тырысып, спазм болады. Бұл жүйкелердің қысылуы мен қан айналымының бұзылуына алып келеді. Әр омыртқа сүйегінің арасында жұмсақ бір қабат болады. Оны арқа дискі деп атайды. Омыртқалар бір-біріне қатты жақындаған олардың арасындағы арқа дискілері қысылып, сыртқа шығып, грижа пайда болады. Арқамызда грижа бар екенін білмей, біз бірнеше жылдар бойы жүре аламыз. Бірақ бір күні арқамыз қатты майысады. Мейрамның ойынша бұдан айығып кетуге болады, және ол айтарлықтай оңай. Арқаның табиғи қалыпты қисаюы лордоз деп аталады. Ол әр адамда туылғаннан болады. Омыртқаның емі осы тума қалыпты қайтару. Ол үшін Мейрам ойлап тапқан жастық пішіні осы лордоз қалбына ұқсатып жасалған. Сыртқа омыртқа осы жастыққа жатып, оның пішінін қабылдайды. Ал бұлшық еттердің тырысуын қайтару үшін Мейрам физикалық жаттығулармен айналысуға кеңес береді. Омыртқа жотасы бүтін бір дене. Сондықтан бір сырқат жерді емес, барлық омыртқа жотасын емдеу керек. Мейрам жастығына жатқанда омыртқа біркелкі созылып, барлық бұлшық еттер босайды. Жерге тарту күші омыртқалардың барлығын өз орындарына түсіреді. Нәтижесінде қан айналым жақсарып, қысылған дискілер мен жүйкелер жазылып, грижа диск ішіне қайтып тартылады. Мейрамның жастығына жатқанда оған мұқият түрде абайлап жату керек. Аурудың асқыну дәрежесіне және ауыртпашылық сезімнің деңгейіне қарай арқаңызды қолыңызбен ұстап тұрыңыз. Өзіңіздің шынтақтарыңызға сүйеніп жатыңыз. Немесе жатқан кезінде біреу арқаңызды ұстап тұрсын. Ағзаңыздың жастыққа қалай жауап беріп жатқанына көңіл аударыңыз. Ешқашан асықпаңыз. Өте қатты ауырса да, оны ескермей, ары қарай айналыса беруге болмайды. Ауырсыну сезімі бұл ағзаның жауабы.
Ауру күшейе түссе, демек ағза қауіп туралы ескертіп жатыр деген сөз. Ауру азайғанға дейін күте тұру керек. Емдеу барысында ағзада әртүрлі құбылыстар болуы мүмкін. Мысалға, аурудың күшеюі, аяқ-қолдың үйіп қалуы, тітіркену және тағы басқа. Бұның барлығы қабынған жұлынның созылуына ағзаның қалыпты жауабы. Қорықпаңыз, уақыт өтуімен барлығы тыйылады. Бір рет жатқанға 15-20 минут жеткілікті. Қатты ауырады, бірақ шыдаңыз. Егер ауру күшейсе, онда 3-4 немесе 5-6 күнге үзіліс жасаңыз. Одан соң қайтадан 2-3 күн жатып, артынша бірнеше күн демалып тұрыңыз. Осылай бірнеше рет жасағаннан кейін жастыққа күніне 2 рет азанда және ұйқының алдында жата аласыздар. Бұдан кейін қайтадан үзіліс жасаңыз. Жастыққа жатып болғаннан соң 5-10 минут бір қырыңызбен еденде жата тұрыңыз. Бірден тұруға болмайды. Жастыққа жатпастан бұрын физикалық жаттығулармен айналысыңыз. Арқаңызды және беліңіздің бұлшық еттерін мейрамның әдісімен нығайтыңыз. Жаттығу жасағаннан кейін бірнеше минут демалып, жастыққа жата беріңіз. Дұрыс дене мүсінін сақтау үшін және арқа дискілерін қанмен қамту үшін омыртқалар арасындағы бұлшық еттерді жайлап күшейту керек. Физикалық күш түсіретін жаттығулар кезінде қан айналым күшейіп, дисктердің қанмен қамтылуы жақсарады. Арқа мен белдегі тұрып қалған қандар кетеді. Бұл ретте жаттығуларды қайталағанда асықпау керек. Түсетін күшті аздап көбейтіңіз. Жаттығулардың барлығын асықпай, жайлап және ақырындап орындау керек. Физикалық жаттығулар жасамастан бұрын ең алдымен бұлшық еттеріңіз бен связкаларыңызды қыздырып уқалау керек. Өзіңізге зиян келтіріп алмау үшін түсетін күш пен салмаққа алдын ала дайындалып алу керек. Бұлшық еттеріңізге ешқашан шамадан тыс күш түсірмеңіз. Спазм кезінде бұлшық еттер қатты жиырылып, омыртқа сүйектерін бір-біріне қатты жақындатып тартып, омыртқа арасындағы дискіні қысады. Омыртқаңызға тікелей күш салмақ түсіруден сақтаныңыз. Дұрыс емес салмақ түсіруден омыртқалар ығысуы мүмкін. Өз-өзіңізге зиян келтіріп алмаңыз. Өзіңізге түсетін күш салмақты біртіндеп, ақырындап арттырып отырыңыз. Жаттығулар аурудың себебін жоймайды, олар тек оларды жеңілдетеді. Жастыққа жатқанда денеңізді еркін ұстап жатуға үйреніңіз. Олай істемесеңіз ешқандай әсері болмайды. Бұлшық еттеріңіздің барлығы бос болғанда және омыртқалар жастықтың пішініне енгенде ғана емделу басталады. Тағы да қайталаймыз. Мейрам жастығы симметриялы. Сондықтан оған жатқанда омыртқа жотасының барлық бұлшық еттері босаңсып, жастықтың пішінін қабылдайтындай етіп жату керек. Емнің жүруі омыртқаларыңыз жастықтың пішінін қабылдағанда басталады. Ауырса да босаңсуға үйреніңіз. Ал ауырсыну азайғанда әр нүктеге жастықты 5 минуттай қоя берсеңіз болады. Сеанстар арасындағы үзілісті ұзағырақ қылыңыз және жайлап арқаның бұлшық еттерін бекітіңіз. Бұлшық еттердің тартылғаны қайтқан соң, олар өздері ақ сіздің омыртқа сүйектеріңізді қалыпты орындарына түсіреді. Мейрам жастығымен емделгенде кейбір адамдарда ем ұзақ өтуі мүмкін. Бұндай жағдайда ішкі ағзаларыңызды тексеріп көріңіз. Себебі ішкі ағзалар қабынғанда олар қатты мазаламаса да, олардың ауырсынуы омыртқа жотасының сәйкес жеріне беріледі. Бүйрек аурулары, простатит және әйелдердің аурулары да айығуға бөгет болады. Кейбір адамдардың бойы ұзын және омыртқасы өте майысқақ келеді. Бұндай адамға мейрам жастығы тек жартылай көмектеседі. Онда жастықтың астына 1,5-2 см жұқа кітапты салып биіктігін арттырып жатуға болады. Жастыққа жатқанда тек ішіңізбен демалуға тырысу керек және де айтылып өткендей денеңізді еркін ұстау керек. Мейрам жастығын бойыңыз бен салмағыңызға қарамай қолдануға болады. Әсер ететін жастықтың бұрыштары мен жерге тарту күші, сондықтан сіздің өлшемдеріңіз маңызды емес. Арқаңызда немесе беліңізде ауырлық және жайсыздық сезімін сезінсеңіз, кез келген уақытта мейрамның жастығына 15-20 минут жата аласыздар. Мейрам жастығы сіздің бұлшық еттеріңіздің түйілуін жеңілдеткен соң, омыртқа сүйектері өздерінің орындарына түсіп, жайсыздық пен ауру тыйылады. Еш уақытта жұмсақ жастықтарға жатпаңыздар. Өзіңіздің арқаңызды одан бетер бұзып аласыз. Сондай-ақ бутылкалар мен банкаларға да жатуға болмайды. Өзіңіздің омыртқа сүйектеріңізді зақымдап ала аласыздар. Адамның ағзасы өзін-өзі қалпына келтіретін және өзін-өзі реттейтін жүйе. Көбірек ұйықтаңыз. Сапалы ұйқының өзі емдейді. Ұйқыда омыртқа жотасы жатқан кезде созыла алады. Таза суды көбірек ішіңіз. 1 жыл бойы қатты қозғалыстар жасамаңыз. Отырғанда және тұрғанда әрқашан қолдарыңызға сүйеніп барып отырыңыз. Бұл арқа дисктеріне келетін қысымды азайтады. Отырғаннан жатқан жақсырақ. Дене мүсініңіз бен жүріс-тұрысыңызды қалпына келтіру үшін көбірек жаяу жүріңіз. Сондай-ақ мейрам йога мен статикалық жаттығулармен айналысуға кеңес бермейді. Бұл оның ойынша протрузия мен приступқа апарады. Егер де массаж жасаушы тәжірибелі болса, онда массаж жасауға болады. Кері жағдайда өз-өзіңізге зиян келтіруіңіз мүмкін. Себебі грыжа кезінде
кейбір бұлшық еттер өте қатты тырысып қалған, ал басқалары тырыспаған. Керек емес бұлшық етті уқалаумен өз жағдайыңызды ушықтыру қаупі бар. Мейрам ортопедиялық матрацтар мен жастықтарды қолданбауға кеңес береді. Оның ойынша олар грижаны еш емдемейді, оларды тек бизнес үшін өндіреді екен. Тақтайларға емес, жартылай қатты және жайлы матрацқа жатыңыз.